Мөлдір Доспаева кәсіби және ұстамды имидж. Ол хабар арнасындағы жаңалықтардың дикторы. Оның дикциясы анық, үні салмақты, интонациясы тұрақты. Бұл жаңалық жүргізуші үшін үлкен артықшылық. Образы және стилі. Ресми классикалық стильді ұстанады. Киім үлгісі де макияжы да эфир талаптарына сай. Көрерменмен байланысы ақпаратты бейтарап, эмоциясы жеткізеді. Бұл жаңалық жүргізуші үшін маңызды. Ал әлсіз тұстары эфирде жылы эмоция жетіспейді. Бұл оны аудиторияға сәл алыстатады. Импровизациясы шектеулі, көбіне дайын сценарийге сүйенеді. Мөлдір Доспаева кәсіби салмақты жаңалықтар жүргізушісі. Егер аудиториямен жылырақ қарым-қатынас орнатса, көрерменге жақындай түсер еді. Ғалымжан Кеңшілік сенімді, харизмалы жүргізуші. Ол Қазақстан ұлттық арнасындағы 1001 түн бағдарламасының жүргізушісі. Дауыс және сөйлеу мәнері. Үні сенімді, анық, әсерлі. Ақпаратты жеткізу ырғағы жақсы реттелген. Образы және стилі. Ресми стильді ұстанады, бірақ көрерменге жақын болуға тырысады. Импровизациясы. Оқиғаларға жылдам реакция береді. Қажетті жерде өз ойын қосып эфирді жандандырады. Әлсіз тұстары. Кейде эмоцияға қатты беріліп кетеді. Бұл эфир үшін жат көрінеді. Жаңа форматтарда өзін еркін көрсету үшін кейде қатты басымдылық береді. Жайна Сламбек интеллектуалды терең журналист. Ол апта кезет бағдарламасының жүргізушісі әрі продюсері. Дауыс және сөйлеу мәнері. Ақпаратты терең талдай отырып байыпты жеткізеді. Образы және стилі. Ресми кәсіби стильді ұстанады. Оның келбеті аудиторияға сенімділік ұялатады. Көрерменмен байланысы. Сараптамалық журналистикада мықты, ақпаратты терең түсіндіріп, аудиторияға ой салады. Әлсіз тұстары. Кейде сөйлеу мәнері тым академиялық болып кетеді. Қарапайым көрермен үшін ауырлау болуы мүмкін. Ерғанат Көпжасар динамикалы, харизмалы, интеллектілі жүргізуші. Ол Қазақстан ұлттық арнасындағы ашық алаң бағдарламасын жүргізеді. Дауыс және сөйлеу мәнері. Энергиясы жоғары, сөйлеу ырғағы әсерлі, аудиторияны баурап алады. Образ және стилі заманауи, аудиторияға жақын стильді ұстанады. Көбіне ресми түрде. Импровизациясы. Эфир барысында еркін әрекет етеді, күтпеген жағдайларға жылдам бейімделеді. Кейде эмоциясы басым болып кетуі мүмкін, бұл ресми форматтар үшін тиімсіз. Харизмасы мықты болғандықтан кейде ақпараттың мәніне емес, жүргізу стиліне көбірек назар аударылып кетуі мүмкін.